Бәсекелестікті айтып отырсыз, осы бізден өндірілген еттердің мына басқа елдерді айтпай-ақ қояйын, осы кедендік одақ аясында бәсекеге төтеп беру қалай болып жатыр? Енді мынау кеден одағы құрылғанға шейін біз өзіміздің нарығымыз жабық болды дегенге шейін келуге болады. Үлкен ондай ет, басқа нәрселер, мал өнімдері біздің елімізге көп түскен жоқ. Біз өзіміз өндірген өнімімізді өзімізді сатып жаттық. Өзімізді ішкі нарықтағы қалыптасқан бағамен саттық. Біз оның өзіндік құнын басқа нәрселерін есептегеніміз жоқ. Кетіп жатқан шығынды есептеп жатқанымыз жоқ. Жалпы нарығымыз біздің ішкі нарықтағы ақша бағасы көтеріліп кетті. Оның көтерілген себебі, жаңа айтып отырмын, сұранысқа байланысты. Неге осындай бағаның көтерілуіне біздің жалпы өндірген өніміміздің бәсекелестіктің төмендеуіне келді. Мысалы, біздің ішкі нарықтағы еттің бағасы сол 800-900 теңгелерін болатын болса, ал енді бізге кеден одағынан келіп жатқан еттің бағасы сол 650-700-ден аспайды. Сондықтан да осы жерге келгенде біз енді ауыл шаруашылықта фермерлердің өндірілген өнімінің бәсекелестігі төмендеп отыр. Ол тек қана осыған ғана байланысты емес, және мемлекеттік қолдауға да байланысты отыр. Мысалы, біздің елімізде жалпы мал шаруашылығын қолдауда жалпы ішкі өнімнің 3%-дай болатын болса, Ресейде 6-8% болып есептелінеді, Беларусия 16%-ға шейін. Бізге осы тек өзіндік құнын түсіру, ілгері технологияларды қолдану, дұрыс тамақ азықтандыру малды, сонымен байланысты мемлекеттік қолдауды қатар жүргізуіміз керек. Сонда ғана бірте-бірте біз сол өзіміздің әріптестерімізбен теңелеміз де ғана жалпы бәсекелестікке бірдей жағдайда күресуге мүмкіншілік туады. Түсінікті. Енді бұл жағдайдан мәселен біз мына жайылымдық мал шаруашылығын дамытсақ шыға аламыз ба? Енді осы жайылым деген мәселе әрине кейін кезде жекеменшік малға кеткеннен кейін ауылдың жанындағы жерлердің түбінде тапталып, өсімдіктердің өзі азайып, тақырланып, шаңы шығып кеткен жағдай болып жатыр. Осыған байланысты өкіметтің елбасының өзінің өкіметтің алдына қойған несі бар, тапсырмасы бар, осы жайылымды қалпына келтіру. Мысалы, 185 миллиондай бізде жайылым бар. Соның 60 миллионнан артығы қазір пайдаланбай отыр. Пайдаланбай отырған себебі кейін кезде бұрынғы суландыру жүйесінің қазір істен шығуы, уақытында қаралмауы, сол себептен де бірінші қолға алынып жатқан нәрсе суландыру жүйесін қалпына келтіру. Құдықтарды қалпына келтіру, мысалы, басқа да су жүйелерін қалпына келтіру. Сонымен қатар соған қаржы бөлініп отыр. Мынау агробизнес 2020 бойынша, осы бағдарлама бойынша үлкен көлемде қаржы қарастырылып отыр. Тек қана осы қаржы, сонымен қатар инвестициялық субсидия қаралып отыр. Ол инвестициялық субсидиялар жеке инвестиция жасаған кісілердің қаржысының 50%-на шейін арзандатуға өкіметтің осындай қаржы қарастырылып отыр. Осының түбінде осылардың барлығын жұмыстарды орындап келгенде, сонымен қатар кейін кезде жасыл бойынша, технология бойынша, мысалы, желді пайдалану, күнді пайдалану деген сияқты осы мәселелердің арқасында қазір малшыларға жағдай жасауға толық мүмкіншілік бар. Мысалы, ол өзіне электроэнергиясын, холодильнигін, телевизорын көруге сондай мүмкіншіліктер туғызып, қазір ондай кейбір жерлерде осындай тәжірибе қалыптасып келе жатыр. Түсінікті. Енді Оңғар Дауылбайұлы, сіз жаңа сыбаға бағдарламасы жайында да айтып отырсыз. Жалпы осы бағдарлама аясында бөлінген қаржы толық игерілмей жатады деп айтып жатады. Не себепті осындай жағдай қалыптасып отыр? Енді жаңа айтып кеттім, 134% орындап отырмыз деп. Мен жалпы бөлінген қаржы уақытында қазіргі кезде игеріліп келе жатыр.
соған сұраныс та көп. Ал енді сол сыбаға бағасы ары қарай дамыған сайын, одан жаңағы мал басы көбейген сайын, одан түскен жаңағы өскен өнім жаңағы нелердің дұрыс пайдалану, мысалы оларды уақытында будандастыру арқылы жаңағы асыл тұқым бұқаларды пайдаланып алынған төлдердің ары қарай жаңағы бордақылау алаңына баруы, соны ары қарай уақытында бағдарланып, сол халықты ынталандыру мәселесі. Осы мәселенің бір өзекті мәселе болып тұрғандықтан, осы биылғы жылы Ауыл шаруашылығы министрлігі осыған субсидия бөліп отыр. Әрбір жаңағы сыбаға бағасы бойынша алынған төлді жаңағы барлықлау алаңына өткізетін болса, ол 15.000 теңге субсидия алатын болып отыр. Бұл тек қана жаңағы өзінің құнынан басқасынан басқа қосымша осындай ынталандыру мақсатында. Осындай істелінген жұмыстардың несінің арқасында түбінде еліміздегі жаңағы жалпы тек қана еттің сапасын, өткізілген малдың салмағын көбейтетін болсақ, сол арқылы да бірнеше мың тонна қосымша ет өндіруге болады. Осы мәселе, осы жағдайда қазір біздің холдингте, Ауыл шаруашылығы министрлігі де, жергілікті жерлерде де қолға алып осы мәселені жұмыс атқарып жатыр. Енді жаңа өзіңіз атап өттіңіз, елдегі малдың 70% жеке жаңағы шаруа қожалықтары емес, жеке үй шаруашылықтарында. Осылар мәселен мынау асылдандырудың игілігін, осындай бағдарламалардың игілігін қалай көре алады? Жеткілікті ме? Қол жетімді ме яғни? Мен жаңа бір айтып кеттім, мысалы жеке меншікте, жеке шаруа қожалықтарына осыны малын асылдандыру үшін, мысалы бізде арнайы программа не бар, бағдарлама бар. Ол бағдарлама бойынша біз әрбір сельский округтарға барамыздағыны халықпен жолығып, кездесіп, түсіндіріп айтып, сол жерден оператор аламыздағыны бұқа береміз. Ол бұқаны жалға? Жоқ, сатып алады. Ол бұқады мысалы сатып алғанда біздің холдинг арқылы ақша бөлінеді. Ол ақшаның 30% өзі төлейді дағыны, 70% холдингтен несие алады. Бұқаның өзі кепілдікке тұрады. Ал енді ол бұқаны сол ұстағаны үшін операторға субсидия беріледі. 104 мың субсидия беріледі. Ол тамақтандырғаны, ұстағаны сол үшін. Осының арқасында түбінде қазір халықтар осыған өзі бейімделіп келе жатыр. Мысалы, кейін бір 2 жылдың ішінде сол 500-дей бұқа уже берілді. Осы биылғы жылға қарастырып отырмыз, 1000 бұқадай бұқа беріледі, тағы да осындай беріледі деп отырмыз. Біз осы уже жалпы осы несіне қаңтар айынан бастап осы жұмысты жүргізіп жатырмыз. Мысалы, жақында ғана Селеноград ауданында болып қайттық. Тағы да бір-екі аудандарда болып қайттық. Біздің мамандар барып, жергілікті халықпен сөйлесіп, түсіндіріп, айтып, осы мәселені қалай ұйымдастыруға болады деп. Ол мәселе алдағы жылы Қарағанды облысының Нұра ауданында үлкен осы жұмыс жүргізілді. Тек қана Қарағанды, Ақмола облысы емес, осындай жұмыстар барлық облыстарда, мысалы Шығыс Қазақстанда жүргізіліп жатыр, Павлодар облысында жүргізіліп жатыр. Жұмыс жүргізіліп жатыр. Тек қана уақытында дұрыс түсіндіріп, халықты ынталандырып, соған көз жеткеннен кейін, мысалы асыл тұқымда туған бұқадан туған бұзауменен жай бұқадан туған бұзаудың салмағы 40-50 килограммға шейін жетеді. Ол тез өседі, энергиясы жақсы, оның сапасы жақсы. Оны өзімен көргеннен кейін халықтың өз соған ынталасы артып отыр. Түсінікті. Енді жалпы біз бұл арада бір мәселені айтпай отырған сияқтымыз. Мына қазақта жақсы сөз бар, сиырдың сүті тілінде деген. Яғни жем-шөп болмай біз жалпы мал шаруашылығын дамыта алмаймыз. Осы мәселе бізде қаншалықты ескеріліп отыр? Енді өкінішке қарай, жаңағы біз сиыр етінің әлеуеттік экспорттық әлеуетін арттыруымызда да осыған қатар осы мал азығының мол қорын жасау бағдарламасы қатар жүру керек болады. Өкінішке қарай ол кешігіп келе жатыр. Қазір енді жаңағы мен айтқан агробизнес 2020 бойынша арнайы бағдарлама бар. Бұл мәселе бойынша жалпы жаңағы жайылымды қолға алу, сосын
бір жылдық көп жылдық екпе шөптерді көбейту, жалпы жем шөптің егілетін көлемін көбейту, осы мәселе бойынша ауыл шаруашылығы министрлігінің кейінгі бағыты тікелей сұранысы диверсификациялау дейміз ғой, әр тараптандыру. Осы мәселе бойынша үлкен талап қойылып, үлкен сұраныс сұрау болып, қазіргі кезде осы 2 жылдың өзінде көлемі 1,5-2 есеге шейін өсіп келе жатыр. Өйткені егер де тұрақты не болмаса, жем-шөп азық қоры болмаса, оның өндірілген өнімнің өзіндік құны әрқашан табиғатқа байланысты болады. Оның әрқашан әртүрлі болу, қымбаттауы соған байланысты болады. Сондықтан осы бағытта қазір үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Түсінікті. Оңғар Дауылбайұлы, сізге кешкілік уақыт тауып біздің хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз, және бүгінгі сұхбаттан шығатын қорытынды Қазақстан тек мұнайлы емес, және болашақта малды мемлекетке айналсын. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.